Неге карталар тек сызба емес? Көптеген адамдар тақырыптық картаға қарағанда, ондағы цифрлар мен белгілерді түсінбей дағдарып қалады. Неліктен кейбір карталар ақпаратты бірден түсіндіріп береді, ал басқалары түсініксіз болып келеді? Себебі, карта тек аумақты көрсетпейді, ол деректерді өңдеудің кешенді құралы. Тақырыптық картаның тиімділігі оның қосымша элементтерінде жатыр. Профиль жер бедерінің қимасын көрсетсе, диаграммалар құбылыстардың қатынасын, графиктер уақыт бойынша өзгерісті, ал кестелер сандық деректердің нақты жиынтығын көрсетеді. Бұл элементтерсіз карта жай ғана сурет болып қалар еді. Мәселен, ауа райы картасындағы температура графигінсіз сіз ертеңгі күннің қаншалықты жылынатынын нақты біле алмас едіңіз. Осы қосымша құралдар деректерді визуалды түрде жүйелейді. Олар күрделі статистиканы оқырмандар үшін жеңіл әрі түсінікті етіп ұсынады. Студенттер мен зерттеушілер үшін бұл ақпаратты талдаудың ең қысқа жолы. Осы элементтерді біріктіре отырып, біз тек аумақты емес, сол жердегі үдерістердің өзін көре аламыз.